Көгілдір отынның бағасын 2 есе көтеру қажет. Бұл газдың көтерме бағасына қатысты. Сарапшылар осылай дейді. Олар газ саласындағы баға реформасы тақырыбында өткізілген жиында бас қосып, өнеркәсіптегі маңызды мәселелерді талдады. Кездесуді Петролиум сараптамалық журналының ұжымы ұйымдастырған. Бұл іс-шара жөнінде толыққанды сала мамандарының пікірін тыңдап қайтқан әріптесім тарқатсын. Сюжетке назар салсақ. Жиынға жиналғандар алдымен газ өндіретін кәсіпорындар жөнінде сөз қозғады. Олар компанияларға табиғи отын сату тиімсіз болып отырғанын жеткізді. Себебі қазір газдың 1000 текше метр үшін көтерме баға шамамен $50 екен. Ал тасымалдау құны қосылса, көрсеткіш өзгеріп сала береді дейді мамандар. Сарапшылардың сөзінше газдың көтерме бағасының өзі нарық заңына жауап бермейді дейді. Бағадағы мұндай айырмашылық саланы құрдымға кетіретіндіктен оңтайлы өзгеріс қажет. Взять и одномоментно повысить стоимость газа в 2 раза. Бағаны бірден 2 есеге көтеріп жіберу мүмкін емес әрине. Ол ең бірінші халықтың әлеуметтік осал тобына ауырлық тигізеді. Сондықтан бас қосуда өзгерісті біртіндеп жасауды ұсындым. Сарапшылар алдымен көтерме саудамен айналысатындарға бағаны бекітіп берудің маңыздылығына тоқталды. Одан кейін ғана қалған тұтынушылар жөнінде ойлану керек дейді олар. Бастысы, үкімет ұсынатын межеден аспау керек екен. Главное, что люди должны понять. Бұл жерде түсініп алатын негізгі мәселе ел тұрғындары қазіргі жұмыс істеп тұрған модельдің тиімсіз екенін түсіну керек. Біз бұлай ұзаққа бармаймыз. Қазір бағаны дұрыстамасақ, болашақта газ тапшы болады. Елімізде былтыр 59 миллиард текше метр газ өндірілген, бірақ оның жартысы қайта жер астына жіберіліпті. Себебі оны өңдеу қуаты әлі жеткіліксіз екен. Мамандар жаңа тариф осы және өзге де мәселелерді шешуге көмектесетініне сенімді. Рүстем Айткарым, Аяулым Көлжігіт, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.